байланысты біз бүгін дөңгелек үстел өтеміз. Бүгінгі біздің дөңгелек үстелдің негізгі ойы отбасы деген кім, отбасы мүшелеріне кімдер жатады және отбасы құндылықтарына не жататынын ашу. Мен қазір сендердің алдарыңа бірінші тақырыпты ашу үшін кірпіш және шатырдың суреттерін таратып бердім. Біз енді осыны қазір құраймыз. Енді балалар, отбасы деген кім? Дұрыс айтасыңдар, иә? Отбасы мүшелеріне кімдер жатады? Дұрыс айтасыңдар. Балалары дегенде аға, әпше, іні, сіңлі бәрі жатады, иә? Бір сөзбен ғана қайырдым. Олай болса, балалар, ең бірінші біз отбасы құндылығы деген осы отбасы бірігіп, тату-тәтті өмір сүру үшін оған не қажет екенін айтамыз. Әрқайсымыз өзіміздің қолымыздағы кірпіште жазылған отбасы құндылықтар. Сенімділік, байлық, қайырымдылық, бауырмалдық, татулық, түсіністік, толеранттық. Жарайсыңдар оқушылар, олай болса біз осы кірпіштерден және шатырлардан үйді қалайық. Жарайды ма? Отбасы әр бала үшін алтын бесік. Бала отбасы аясында түлеп өседі. Оны мен соңын сонда таниды. Ол отбасы жағдайында өмірдегі әртүрлі жағдайларда өзін қалай ұстауды, адамгершілік әліппесі, кішіпейіл болуды, ізеттілік, сыйластық, үлкендермен және кішілермен қандай қарым-қатынаста болу керек сияқты тәжірибе жинақтайды және оны меңгереді. Отбасы ол ең жақсы адамдардың ошағы. Әрқашан отбасы мүшелерін сыйлап, құрметтеу керек. Жарайсың. Жұлдыздың шығармасы ұнады ма? Кәне, барлығымыздың шығармамызды оқып шығайық. Балалар, барлығының шығармалары өте керемет екен. Енді барлығымыз отбасы тақырыбында, менің отбасым тақырыбында сурет саламыз. Ол болса барлығымыз өзіміздің сурет дәптерімізді ашып, өзіңнің отбасыңда, отбасы мүшелері туралы, үйлері туралы сурет. Бүгінгі біздің дөңгелек үстеліміз тамамданды. Отбасы және отбасы құндылығын, отбасының мүшелері туралы біз түсіндік пе? Түсіндік, иә? Суреттер өте әдемі болыпты, суреттерін көп шықтым. Ал енді бізде сендерге кері байланысты сөйлеймін. Балалар барлығына осындай тәтті конфетті мен таратып бермекшімін. Ол бізде сабаққа қатысты